Милары фарш болып кеткен. Өнер қырандары театрының басшысын көпшілік сынға алып тастады. Болашақ ұрпақты мәңгүрт етуге үлестерін қосып жатыр. Өнер қырандары театрының басшысы Мадияр Серікбаев дәстүр подкастына сұхбат беріп, көпшіліктің сынына ұшырады. Жаңа жыл кезінде шыршаны неге айналмаймыз деген дау бар ғой. Бала кезімізден бізге үлкендер жүгірме, айналма деп айтатын, естеріңізде ме? Үйді айналма деп айтып отыратынында, ең жақсы көретін адамына айналайын деп айтады. Бізде нен айналуға рұқсат етілген? Қағбаны ғана айналуға рұқсат. Яғни, айналайын деген сөз сені қағбадай жақсы көрем дегенді білдіріп тұр. Ал қазақтың алақай деген сөзі Алла тірі деген мағынаны білдіреді дейді Мадияр Серікбаев. Ал Facebook желісінің белсендісі блогер Мәлік Орақов бұл пікірмен келіспейтінін айтып жазба жариялады. Өнер қыртпалары кәдімгідей дәлелдеп, адамдардың миын улап отыр. Бұларға тоқтау бар ма? Жоқ әлде осылай қазақтың бар дүниесін дінге, арабқа апарып телей бере ме? Бірнеше рет қайталанған өтірік шындық қайнала демекші, болашақ ұрпақ түгел мәңгүрт болып шығатын болды дейді ол. Мәлік Орақовтың бұл жазбасына басқалар да өз пікірін білдірді. Мыналарға тоқтау бола ма? Қандай дәлелге сүйеніп отырғанын айтсын. Өтірікті шынды айта салады екен. Муфтият қайда қарап отыр? Көрінген адам өзін ғұлама санап, қазақтың сөзіне талдау жасайтын болып алды. Бұларға жаза қолданбаса болмайды. Бұлардың миы фарш болып кеткен ғой. Алақайыңыз Аллахай. Бәрі келді. Бәрі халық сөзінен шыққанмен келсек, бірақ айналайының қағбаға түк қатысы жоқ деп жазды желі қолданушылары. Құрметті көрермендер, сіздер не дейсіздер? Пікірлеріңізді тағатсыздана күтеміз.